Алматыда өтіп жатқан универсиада ойындары ертең өз мәресіне жетеді. Бүгін Қазақстан студенттері шорт-трек жарысының соңғы күнін олжалы аяқтады. Қоржынға тағы 3 медаль түсті. Ойын барысын бақылаған әріптесім Ұлан Нарымбек балуан шолақ спорт кешенінен тікелей қосылды. Ұлан, кеш жарық, жарыс қалай өтті? Кеш жарық, Бауыржан, қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Жүлде құтты болсын. Бүгінгі жарыстардың барлығы өте тартысты өтті. Шорт-трек осымен де қызық. Шорт-трек жарыстарының соңғы күнінде 4 медаль жиынтығы сарапқа салынды. Соның 3-і Қазақстан қоржынына түсті. Шорт-тректің төресі эстафета ғой. 5000 метрлік жігіттер эстафетасында біздің студенттердің алтын алуға зор мүмкіндігі болды. Өкінішке орай, соңғы айналымда кореялық спортшы біздің Нұрберген Жұмағазиевқа қарсы ойын ережесін бұзып, Нұрберген жалғыз келе жатқан жерінен мәреге аз қалғанда сүрініп кетті. Сөйтіп, осы эстафетада қола медальді қанағат тұттық. Эстафета алтынын Қытай, күмісін Ресей командасы ұтты. Қыздар эстафетасының да қола медаль бұйырды. Бұл жарыста кореялық бойжеткендер алдына жан салмады. Ал екінші орынды қытайлық студенттер алды. Сондай-ақ бүгін қыздар мен жігіттер 1000 метрлік қашықтықта бақ сынады. Өкінішке орай қыздарымыз бұл сында жүлдеден алыс қалды. Ал жігіттер жарысында жерлесіміз Денис Никиша осы турнирдегі екінші қола медалін ұтып алды. Жалпы шорт-трек жарыстарында қазақстандық қыз-жігіттер жалпы жиынтығы 6 медаль ұтып алды. Оның 5-і қола, 1-і күміс. Осылайша шорт-трек турнирлері біздің команда үшін олжалы аяқталды десек те болады. Мендегі бар ақпарат осы. Астана. Рахмет, жеңіс құтты болсын. Алматыдан тікелей қосылған әріптесім Ұлан Нарымбек.